қалтаңа артық ақша түссе, азық түлік ала бересің, бар ғой үйде, жетеді ғой. Ас адамның арқауы деген. Енді не? Артық ақша түссе болды, барлығын сол азық түлікке жұмсап отырамыз ба? Айжан, қойшы. Барға шүкір десей. Неменеге шүкір дейм? Мен не шетел аралап жүрмем саяхаттап. Сенің азын аулақ таксовать етіп тапқан ақшаңа шүкір дейм ба? Бақыт байлықтан іздемесей. Баламыз бар, қарнымыз тоқ, үйіміз бар. Шүкір десей, бәрі болады. Ой, қойш, сен бір ғасыр өтті ғой, уәде беріп келе жатқаныңа шетелге барамыз деп. Мақпалдың күйеуі құрлы жоқсың ба? А? Үйлері жиһазға толтырып қойған, балалары менмін деген мықты мектепке барады. Жүре берейік сол біз шүкір деп. Жұмыстан шаршап келген кезде мейде жегеніңді қашан қойсын?